само орошение делится на 3 вида. Это, допустим, увлажнительное, ылғалтандыратын, потом арнайы суғару, және арнайы және жылытатын деп бөлінеді. Вот. Енді ылғалтандыратын суғару түрі, ол 5 тәсілі бар. Ол, мысалы, жер бетімен суғару, тамшылатып суғару, жаңбырлатып суғару, аэрозольді немесе тумандатып суғару дейді оны. Және қандай? Айтып кеттік. Жер астымен суғару. Сол 5 тәсілі бар. Қалған тәсілдер бар. Енді инъекционный суғару деген бар. Инемен істейтін. Олар мысалы тамшылатып суғарудың түрлі, соның ішіндегі как бы подвиды болып саналады. Түсініңіздер ма? Вот. Енді мынау бірінші бізде аэрозольное орошение дейді. Яғни оны кейбір оқулықтарда тұмандатып суғару дейді, немесе мелкодисперсный орошение деп бөлінеді. Это одно и то же. Аэрозольное, мелкодисперсное и туманное орошение. Это одно и то же. Так, где его в основном пользуют? Вот. Вот. Мы сегодня, значит, өтеміз осы тумандатып суғарудың жақсылықтарын, жақсы жағын, жаман жағын кетеміз, олардың техникалық құралдарын, және осымен қалай суғаратын өтеміз. Негізі бұл суғаруды, оның сущность в чем? Орысша айта берейін ба? Так, сущность, маған қазақша дегенде мен қазақшаға дайындалып келетін едім. Мен екі тілде де айта беремін, бірақ мыналары мынадай. Болашақта өзіңізге жақсы салады. Өзіңізге болашақта жақсы салады. Жоқ, мен қазақша оққам негізі. Әжемнің арқасында. В общем, солай, да? То есть, ол тұман ретінде обычно жылы жайларда қолданады оны көбінесе. Тұман ретінде болып тұрады. Фильмдерді көрсетем қазір сіздерге. Ол өте майда тамшысы, мысалы 50-300 микрометр мен суғарылады. Өте тамшы, анау тухиді біз сепкен кезде біз байқамаймыз ғой оның тамшысын. Яғни ол сол секілді өте майда тамшымен. Оның бір жақсы жері, ол суғарған кезде өсімдіктің жапырағына тұрады, төмен түспетейді. Сөйтіп өсімдіктің жапырағында тұрады, сөйтіп фотосинтездің жақсы жүруіне ықпал жасайды. Түсіндіңіздер ғой, яғни тұман ретінде. Вот видите, не скатывается, вот солай. И содан кейін оның осы арғарай. Так, это... Ол не істейді? Бұның арқасында су тұтыну мөлшері азаяды, өсімдікке беретін. Өйткені ол скатываться етпейді, уже оның барлық процестері фотосинтез тез жүреді, топыраққа жақсы әсер етеді, және оның ең бірінші өнімділігі жақсы береді. Негізі жаңбырлатып суғаруға қарағанда бұның өнімділігі 2 есе негізі көбірек береді өнімділігі. Түсініңіздер ма? Вот. Негізі оны суховей дейді ғой. Суховейді білесіңдер ғой. Құрғақшылық кезінде өте көп қолданылады. Және ол тез арада өсімдіктің, өсімдік тұрған жерде микроклиматтың 5-10 градусқа сразу түсіреді. Өте ыстық кездерде. Бұны негізі қай жерде де қолданады. Оны мен қазір көрсетем суреттерден тағы да. Енді оны берген кезде 5-6 километр, 1 метр куб сағатына әр гектарына беріледі негізі. Так, это уже айттым. Енді мына, оны негізі өте ыстық кездерде көбінесе қолданады, және соңген жер беті өте күрделі рельефтерде көп қолданады.
мысалы қия жақтарда, мысалы сондай жерлерде өте мынандай тік жарларда, сондай жерлерде көп қолданады бұны. Содан егер тағы да су ресурстары тапшы аймақтарда қолданады оны. Содан оны айтып кеттім, диаметрлері мынандай. И капельдерді айтып кеттім, 50-ден 300 микрометрге шейін суғарады. Бұнымен суғарған кезде оның қандай артықшылығы бар? Мен қазір ғана оның алдында айттым, 2-3 есе тезірек өсімдіктер дамиды, созревается. Біз айтып кеткенде оның өнімділігі 2-3 есе көбірек болады. Мысалы, содан кейін бәрін автоматтандырылғаннан кейін оның еңбек өнімділігі де артады. Түсіндіңіздер ғой. Содан кейін ол суды үнемдейді. Одан кейін қазір ғана айтып кеттім, қия жерлерде, өте микрорельефтері күрделі жерлерде қолданады. Содан кейін жалпылай бағалы өсімдіктерді өсіруге мүмкіншілігі бар. Содан кейін біз черенки жасаймыз ғой. Сол черенки, зеленые черенки быстро размножаются, да? Ускорение. Потом его в основном используется при заморозках, защиты растений от заморозков, града и ворон. Также его используется в других при дождевании, подкормку, удобрение, гербициды. Вообще в России вот этот ДДА 100 МА деген бар ғой машина, дождевальная машина, соны они переделали на аэрозольное орошение. То есть любую дождевальную машину вот эти насадки меняют, там уменьшают насадки, и за счет этого они могут переделывать их. В России в НИГИМ переделали многие дождевальные машины под аэрозольное орошение. И, естественно, у них есть и свои недостатки. Какие недостатки? Недостатки – это самое главное, как вы сами сказали, дороговизна, да? То есть там нужно много металла, электроэнергии и так далее. Потом, то есть еще аэрозольное орошение влияет скорость ветра, да? Если выше 12 метров в куб в секунду, то метр в секунду, тогда у нас уже оно равномерно не поливает наши орошаемые участки. Также зависит от разных условий, как мы сказали, природно-климатических условий, то есть климат, рельеф, качество растительного. Когда мы используем аэрозольное орошение, качество воды должно быть очень хорошее, то есть он должен обязательно фильтрованный должно быть, чистая вода должна быть. И залегание минерализации грунтовых вод тоже очень влияет на это. Ну и, естественно, хозяйственные экономические условия тоже влияют на, недостатком считается. Так, технические средства. Вообще аэрозольное орошение бывает, используют, какие системы? Передвижные, полустационарные и стационарные системы. В передвижные машины, то есть это, қазақша айтқанда, жылжымалы. Там используются туманообразующие установки. В России ТОУ дегенді шығарады. Мен соның видеосы болған, что-то я не нашла его, это видео. Они на небольших участках делают, их привозят, оборудуют. Потом, когда вегетационный период заканчивается, они его собирают. То есть передвижные, поняли, да? То есть его можно туда-сюда передвигать. Дальше. Ну и здесь идут, каким образом работает туманообразующая установка. Там сурета дебар, она здесь нет, он потом пытается. Потом есть полустационарная. То есть она состоит из подземных и надземных трубопроводов и передвижных дождевальных машин.
Поэтому она называется полустационарно. То есть сами машины двигаются, а вот эти трубопроводы, они стоят. То есть, и как вы знаете, да, все дождевальные машины у нас откуда воду берут? Из гидрантов, да? Через каждые 200 метров располагают гидранты, откуда они берут воду. Для заправки емкости машин у нас этот трубопровод должен иметь пропускную способность, которая обеспечивает, для этого нужны специальные цистерны, которые бы обеспечили ее в течение 5-7 минут. И вот я уже до этого сказала, вот к этим полустационарным системам относится как раз дождевальная машина ДДА-100МА. Ее как раз переоборудовали в России под аэрозольное орошение. Вот. Далее. Стационарные машины. Это вот тұрақты, қазақша айтқанда, тұрақты суғару жүйесі. Яғни оның барлық элементтерінің бәрі қатып қалған сол жерде жылжымайды. Стационарный деген сол. Их проектируют обычно двух типов. То есть это увлажнение листовой поверхности и для увлажнения приземного слоя воздуха. То есть для увлажнения листовой поверхности почвы представляет собой густую сеть трубопроводов. Вот. Она расположена на некоторой высоте от поверхности почвы, в зависимости от высоты растения. Обычно вот их эти трубопроводы, у них площади 3,24 гектаров. Диаметр у них обычно варьируется от 40 до 80 миллиметров. И их укладывают обычно через каждые 30 метров. Вот. Ну и обычно на этих трубопроводах рабочих 30 на 30 метров устанавливают вот эти струйные аппараты, которые у них диаметры где 3,2 миллиметров и напор сети составляет 6-7 мегапаскаль. Далее системы для увлажнения приземного слоя воздуха. Они представляют сеть трубопроводов распределительных, которые имеют диаметров от 20 до 50 миллиметров. Их укладывают через каждые 100 метров. Вот. И проводящих трубопроводов, которые имеют диаметр от 50 до 80 миллиметров, их обычно укладывают по границам участков. Вот. И стояков высотой, которые составляют 10-15 метров и диаметром 40-50 миллиметров. Их устанавливают через каждые 1-2 на 1 гектар. Также их устраивают по границам участка, перпендикулярным по направлению ветра, через каждые 20-30 метров. Вот. Весь технологический процесс аэрозольного орошения, он тесно связан с агротехникой. То есть высокое увлажнение в период закладки и формирования генеративных органов, он способствует повышению продуктивности посева, а также, то есть в свою очередь, гарантированию урожая сельскохозяйственных культур. Вот. И при анализе этих процессов аэрозольного орошения исследуют распределение воды листовой поверхности под растениями и снесенных ветром за пределы увлажняемого поля, а также испарения. При этом его рассматривают этот период от распыления жидкости до осаждения капель воды на листьях растения. Вот. Ну, смачивание листа в сильной степени зависит от морфологии и состава поверхностной ткани. Хорошо смачиваются листья с гладкой поверхностью, не имеющие сильного вот этого воскового налета. То есть это листья фасоли, свеклы, лимона, горчицы. А вот, допустим, капуста, лен, вот такие культуры овощные, они очень плохо смачиваются, листья.
Удержание мелко распыленного Т листьями определяется углом падения капель на листья растения, их размером, нормой расхода жидкости и видом растения. Ну, считается, что угол падения капель это является важным фактором удержания воды на поверхности, на листьях поверхности растения. И при увеличении вот этого угла падения у нас резко уменьшается удержание капель. Bir сұрақ бола ма сізге? Жаңағы аризонныйда несі бұны, например, жоғышқа болсын, несі қанша примерно, бірінші костың өзінде қанша бұны не қылып? Вообще аэрозольный орошениені қолданған кезде туманы, енді практика көрсеткендей, есе жаңбырлатып суаруға қарағанда есе өнімділік артады дейді. Жоқ, ана суаруға қанша рет суару керек деймін, енді ол Енді суғаруды берген кезде, суғару тәртібін есептегенде, ол суғару саны, ол сол өсімдікті өсіретін агроклиматтық аймаққа байланысты. Мысалы, солтүстік жақта олардың топырақтары ауыр ғой. Ауыр топырақ болса, суды, во-первых, судың мөлшері азаяды, и оның саны көбейгенмен оны азаяды, и оның суғару мөлшері де азаяды, дұрыс па? Мысалы, біздің оңтүстік жақтарда аридная зона дейді, құрғақшылық аудан болғандықтан, біздің суғармалау мөлшерлері, растительная норма дейді, орысша айтқанда, олардікі көбірек болады. И ол топыраққа байланысты. Яғни топырақтың механикалық құрамына байланысты. Мысалы, суды жақсы өткізетіндер бар, суды нашар өткізетіндер бар, и суды орташа өткізетін бар. Соған байланысты біздің Тараздағы Казниха университеті бар. Институты бар. Білетін шығарсыздар. Қазақ су шаруашылық ғылыми зерттеу институты бар. Сол біздің Қазақстанның бүкіл Қазақстанның аудандарына, аймақтарына сондайды есептеп қойған әдістемелік нұсқасы бар. Сол жерде как раз қандай суғару мөлшерімен суғаруды беру керек. И даже айлап, мысалы, әр дақылға сөйтіп есептеп қойған. Яғни, мысалы, ол суды берген кезде, ол өсімдіктің даму фазасына байланысты. Мысалы, басында ол суғаруды көп алмайды, ортасына қарай суғаруды көбірек береді, и аяғына қарай суғаруды азайтады. Бірақ ол, тағы да айтам, ол әрбір дақылдың өзінің биологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Соған байланысты, солардың, егер білмесеңіздер, сол әдістемелік нұсқа бар, даже интернетте де тұр. Олар даже есептеп қойған, мынандай суғару мөлшермен беру керек. Мысалы, әр ауданға, север жаққа, центральный райондарға осындай мен беру керек. Түсініңіздер ғой? Сондықтан, мысалы, сіздер қазір айтып отырсыздар ғой. Мысалы, бізде өспейді, ана жақта өседі. Неге ол? Ол, во-первых, сол суғару тәртібі бойынша, ояқта жер асты суларының тұздылығы, олардың орналасу тереңдігі, соның бәрі соған байланысты. Содан кейін топырақтың механикалық құрамына да байланысты, олардың ауа климатқа да байланысты. Яғни соған байланысты суғару суын берген кезде, мөлшерін берген, соған байланысты беру керек. Содан кейін әрбір дақылдың өзінің суғаруды керек ететін мөлшері бар. Біз мысалы тасырлап жер бетімен бергенде бере саламыз ғой. Негізі олай болмау керек. Біз негізі қазіргі ғылыми сөзбен айтқанда, біз суды берген кезде өсімдікке емес, біз топыраққа байланысты беруіміз керек. Негізі солай беріледі. Мысалы, менің өзімнің диссертациямда сөйтіп есептегенбіз біз. Сол, мысалы, өзінің сол топыраққа байланысты. Сондықтан сіздерде, мысалы, айтып отырсыз ғой, бізде былай, анаяқта былай. Хотя бір район, зато жерлеріңіз әртүрлі, жер астындағы суларыңыз түрлі. Содан кейін жер астындағы сулардың тұздылығына да байланысты.
Соның бәрі, между прочим, сол ұсыныста есептелініп қойған. В табличной форме, кесте түрінде. И соларды былай айтып алсаңыз, есептеуге болады. Қанша су керек, соның бәрі сондай әдістемелік нұсқа бар. Так, енді осы аэрозольді тұмандатып суғарудың мөлшері бар, нормасы бар, орысша айтқанда. Так, мөлшері бар, ол неге байланысты? Ол сол фитоклиматтың, егістіктің фитоклиматының параметрлерінің өзгеруіне байланысты. Яғни оның дәрежесіне және оның ұзақтығына байланысты. Негізінен осы диспрагированная дейді ғой, орысша айтқанда, распыленная вода, она, біз айттық, должна удерживаться на листовой поверхности. Вот сущность этого темы, что она должна жапырақтың бетінде тұру керек сол су. Ол сояқта тұру керек. Вот соған, вот, она там обычно находится в пленочном или капельном состоянии. Соның орташа нормасы 0,16-тан 1,2 метр куб гектарға тең болу керек. Яғни бірақ ол өсімдіктің түріне байланысты. Вот. Ал оның ең кіші нормасы бір рет берілгені. Ол 10-15%-ке топырақтың ылғалдығын жақсартып, үлкейтіп, ол 0,115-0,120 метр куб гектарға тең болу керек. Вот. Енді біз ылғалғандырған кезде оның арасында ұзақтық онандай болу керек, уақыт болу керек. Постоянно оны ылғалдырмаймыз ғой. Вот этот интервал между увлажнениями. Оны да біз істеген кезде обязательно топырақтың механикалық құрамына, соңғы ауа райының температурасына және сол өсімдік орналасқан топырақтың ылғалдығына байланысты беріп отыруымыз керек. Мысалы, бұрын тамшылатып суғаруды берген кезде, бұрын ең басында шығарған кезде, оны постоянно беріп отыратын. Бірақ кейін Россияда Внигим деген үлкен институт бар, ғылыми зерттеу институты. Сол көп деген эксперимент жасаған кезде мынандайға келген, что обязательно арасында интервал болу керек. Бірақ ол топыраққа байланысты. Мысалы, егер су песчаный, мысалы, құмдақ топырақтар болса, суды тез өткізетін, оны енді суғара бересің. А егер, мысалы, ауыр топырақтар, орташа топырақтар болса, мысалы, орташа саздақ топырақтар болса, обязательно интервал болу керек. Ана суғарған кездеші, арасында обязательно интервал болу керек. Өйткені ол ана топырақтағы нені шірітеді? Нені шірітеді? Тамырды шірітіп жібереді, өсімдіктің. Вот. Енді, біз айттық уже бір рет берілетін суғару нормасы 80-600 литр гектарға бір сағатында арасында аралықта болады. Және оны біз айтып кеттік, туманообразующий установка деген бар. Россияда шығарылады ТУ-6, ТУ-7 мен негізі осы екі көбінесе осылармен суғарылады. Вот мына суреті мынау. Мына Внигимнің істелінген осы разработкасы. Это вот аппарат, туманообразующий аппарат это. Саламатсыз ба. Вот. Туда входит насосная станция, трубопроводная сеть, мачты и вот штанга с форсунками туда входит. Обычно высота мачты составляет 10 метров, общий расход форсунок где-то 0,3-0,85 литров в секунду, напор 15-40 метров и количество форсунок 22. Обычно ее на площади располагают в треугольной форме. Еще вот. Вообще, когда любое орошение какое-то принимают, обязательно его должны рассчитывать. Вот.
То есть проекты специально. Любой проект, когда режим орошения, что им делать, обязательно рассчитывают режим орошения, да, и рассчитывают техники элементов полива. То есть, когда при аэрозольном орошении обязательно вычисляют интенсивность депрекированного дождя. То есть распыленной воды обязательно интенсивность. Яғни қазақша айтқанда шашылатын судың қарқындылығын есептейді. Қазақша айтқанда. Вот. Полный қазақша айтайын ба? Ну, жарайды. Вот. Енді мынау шашыратқыш арқылы берілген судың өтімі формуласы тұр. Яғни ол неге байланысты? Сол берілетін судың мөлшеріне және судың беру шашырату жылдамдығына байланысты. Және тағы да не есептейміз? Қанша сол форсункалардың санын есептейміз. Оның суды шашырату ұзақтығын есептейміз. Мына жерде формулалар тұр. Ол сол шашыратқыш тұрған, туманобразующий тұрған установканың ауданына байланысты есептелінеді. Мына жерде тұр. Мұны көріп тұрсыңдар, иә? Ылғалдану тақтасының ылғалдану ұзындығына және мына жерде формуласы тұр. Және резервуардағы судың көлеміне байланысты. Сонымен қатар қалыңдығын, шашыратқан жаңбырдың қалыңдығын есептейміз. Қанша осы проход дейді ғой, қанша жүріп жүрген жолына байланысты, N оның санына байланысты, яғни қанша рет сол ананы өтеді, сол ауданды, иә? Және оның жалпы ұзақтығын жұмысының және маусымдық өнімділігін ылғалдыру кезіндегі мына формуламен есептелінеді. Ең соңында бір мезгілде есептелінетін жұмыс істейтін шашыратқыштардың саны анықталатына формуламен. Ол енді ауданға сол шашыратқыштар тұрған, ылғалдырғыштар тұрған ауданға байланысты. Енді негізі енді мен бұны тағы да айтып кеткем, оны сол тұмандатып суғаруды пайдаланған кезде негізінен сағат 8-ден кешкі 6-ға шейін суғарады негізі. Оны біз айтып кеткенбіз, оның сразу температурасы 5-6 градусқа төмендейді. И негізі ол суховей дейді ғой, аңызақ желдер болған кезде өте көп қолдануға болады. Негізі ең тиімдісі осы аңызақ жерлер болған жерлерде осы аэрозольді тұмандатып суғаруды қолданған өте тиімді. Так. Енді мына жерде мен просто көрсетіп кеттім. Негізі осы тұмандатып суғарудың өте көп ғалымдар айналысқан. Олар өздерінің ғылыми зерттеу жұмыстарында осы фитоклиматтың параметрлерін есептеген. Сол параметрлер бойынша, мына параметрлер бойынша олар мысалы мынандай дайын мынандай номограммалар істеген. Яғни осы номограмма бойынша біз мысалы температурамыз белгілі болса, көрсетіп тұр ғой, көріп тұрсыздар ғой, қанша уақыт суғаратыны бәрін білуге болады. Осындай номограммамен, яғни мына Лихацевич деген осындай тұмандатып суғарудың есептік номограммасын өзінің ғылыми зерттеу жұмысында көрсеткен. Сонымен қатар тур осылай Шарко және Османов сол жылдамдықтың желдің жылдамдығына байланысты және диаметріне байланысты ол сол тамшының қанша жаққа шашырататынын тоже есептеген. Яғни осы бойынша уже дайын нәрсені алып алуға болады. Қазір мен айтамын. Мынау форсункалар уже готовый, иә? Көрініп тұр ма? Мынау уже готовый, внегимнің шығарған.
қазір бірақ барлық жерде, Қытайда да барлық жерде әртүрлісі бар. Яғни осы насаткалардың, форсункалардың өте көп түрлері тұр. Яғни, мысалы, в этом есть кемеп бар ғой бізде Таразда, Алматыда, иә? Сол кемепте маған ұнағаны мынандай полисадникті жасаған, олар полностью реставрация жасаған сол жақтағы жерлерді, иә? Сонда заказ берген, видимо. Мне кажется, олар Казихаға заказ берді, біздің Тараздағы. Сонда, мысалы, мына жер тұр ғой, иә? Жер. Сол жерде, мысалы, мына жерге қойып қойған. Сөйтіп, они укол сделали, радиан. Только поливает вот этот укол. То есть, обычно заживалканы істегенде, ол мына жаққа да шашырайды, мына жаққа да шашырайды, мына жаққа да шашырайды. А ол прям вот рассчитали, он только поливает этот. Бір капля мына жаққа, соған ырза болдым. Яғни, то есть, это зависит от вот этих форсунок. Зависит от насадки. Да, оны сөйтіп істеп қоясың, импульспен, раз, импульспен жүреді ол, мысалы, иә? Түсініңіздер ғой. Осының, яғни, түрлеріне байланысты. Содан кейін мына жерде мен айтып кеттім, әртүрлі дождевальный, осы ылғал тұмандатып суғарудың әртүрлі станционарлық, тұрақты жүйелері бар. Соларды мен просто солардың сипаттамаларын көрсетіп кеттім. Яғни, мына Украинаның жасаған и Россиядағы жасаған солардың аналарын. Техникалық элементтік сипаттамалары. Мынау негізі осы ТО деген, радуганың істеген мынау. Мысалы, мынау желменен суғарады ғой, былай етіп айналып жүреді. Суғарады сөйтіп. Түсінді? По кругу она вот так двигается. Вот осылай. Негізі анау штатив тұрады, и вот так она двигает, по идее. По кругу. А здесь, мына жерде, сол аэрозольді суғарудың жүйесі көрсетілген. Стационарлық жүйесі полностью, соның элементтік техникалық элементтері көрсетілген. Яғни клапан, фильтр, счетчик бәрі болу керек. Енді бұл суғаруда обязательно фильтр болу керек. Потому что су деліп қалады, өте майда ғой. Мына жерде де көрсетілген осындай түрі, соны схемасы. Мына жерде, мынаны. Осы негізі біздің пожарныйлар бар ғой, солардың бәрі сол туманный суғарумен істелінген. Солар насадкалармен көріп тұрсыздар ма? Вот үстіп суғарумен істейді. Негізі осы экотрон. Яғни пожарныйлардың бәрі осы суды, өрттерді сөндіру үшін. А мынау біздің Францияға да істелінген, бірақ тур осылай ТДА стоима деген бар. Соны, мен сендерге айтып кеттім ғой мына. Видите, вот эти вот висят. Олар жерге өте төмен орналасқанда, и между землей и этим образуется микроклимат. Микроклимат пайдаланылады, сол өте пайдалы. Өсімдікке өте жақсы ықпал етеді. И желдің жылдамдығына да көп әсер етпейді бір жақсы жер. Көріп тұрсыңдар ма? Бұл негізі машина тек қана мынау насадкалармен істемейді. Еще мына жерлерде де тұр насадкалары. Яғни ол былай да істей береді. Түсініңіздер ма? Соның бір жақсы жері осы.